Сәлеметсіздер ханымдары, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен жұмсақ болып пісетін болышки дайындайтын боламыз. Ол үшін біз ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Және одан соң 3 ас қасықта қантымызды қосып аламыз. Және де қанты ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей араластырып алдық. Енді оған 1 ас қасықта дрожжи саламыз. Онда жақсылап 1-2 рет айналдырып жібереміз, араластырып. Одан соң 3 ас қасықта біз ұн салатын боламыз. Мінекей оны да араластырып алдық венчиктің көмегімен. Енді оның бетін стричпен жауып, 20 минутқа ыстық жерге алып қоямыз. Мінекей 20 минут өтті. Міне көрсеңіздер болады. Біздің массамыз асып, осылай өзінің массасын үлкейткен. Оған 2 жұмыртқамызды қосамыз. Одан соң жарты пиалада майымызды құямыз. Одан соң жақсылап араластырамыз барлығын. Бірдей масса болғанға дейін. Мінекей жақсылап араластырып алдық. Енді оған аз-аздан осылай ұн қосып, жақсылап біртіндеп қамыр болғанша араластырып илейміз. Мінекей әлі сұйық күйінде венчиктің көмегімен араластырамыз. Одан соң осылай қамыр болғанша илейміз жақсылап тұрып. Егер сіздерге видео ұнап жатқан болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мінекей бізде дайын. Бізде 1 немесе 2 ас қасықта сұйық май құйып жіберіңіздер осылай илеген кезде. Және біздің қамырымыз көтеріліп, асып шыққан кезде қолға жабыспайтын болып, әдемі болып шығатын болады. Қамырымызды 1-2 сағатқа асыруға алып қоямыз. Мінекей қамырымыз әдемі болып көтеріліп шықты. Мінекей көрсеңіздер болады. Өте жұмсақ, қолға да жабыспайды. Енді өздеріңізге қандай формада булочка жасайсыздар, солай зуалаларға бөліп алсаңыздар болады. Менде 2-3 түрлі булочка түрін жасаймыз. Менде 2 үлкен зуала, қалғандарын осындай кішкентай зуалаларға бөліп аламын. Мінекей зуалаларымыз дайын. Енді оны әдемілеп жайып, ішіне начинкасын салып, қалаған формада істесеңіздер болады. Енді бірінші булочка түрі осылай зуаламызды жайып, одан соң ішіне начинкасын салып, әдемілеп түйіп аламыз. Ішіне мен клубника вареньеден пайдаландым. Сіздер қалаған начинкадан пайдалансаңыздар болады. Мінекей салып алдым, одан соң осылай пышақтың көмегімен жақсылап кесіп алып, әдемі формаға келтіріп аламыз. Қалғандары да дәл сол қалыппен жалғасады.
Бұл булочкамыз өте жұмсақ және тәтті болып шығады. Үйшілеріңізге, бала-шағаларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Келесі начинка менде нутелла қостым. Сіздер шоколадтан да пайдалансаңыздар, әдемі болып шығады. Ал менде үшінші түрі осылай өретін боламыз. Бұнда ешқандай начинка пайдаланбаймын. Булочканың өзі өте жұмсақ болып, дәмді болып шығатын болады. Неге келесі тағы булочканың түрі осылай ұзын етіп жайып аламыз. Қолдың көмегімен одан соң осылай орап, өздеріңіз қалаған формаға келтірсеңіздер болады. Енді духовкада 180 градуста 30-35 минутте пісіріп аламыз. Енді менде осылай үлкен зуалаларымды жайып аламын. Бұл бізде рогалики көрінісінде болады түрінде. Осылай орташа қалыңдықта жайып алдым. Енді теңдей етіп бөліп шығамыз бөліктерге. Неге ішіне начинкасын салып, екі жағын осылай бүгіп аламыз және де ораймыз. Дәл сол қалыппен қалғандарын жалғастырамыз. Неге көрсеңіздер болады, өте жұмсақ және өте дәмді болып шығады. Дайындап көруге кеңес беремін. Егер сіздерге видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгіні басып қойыңыздар және комментарий жазуды ұмытпаңыздар.